Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы нөмір 22 гимназия мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сейітова Гүлбаршын Арқалыққызы. Қаламызда орталық кітапхана орыстың ұлы ақыны Александр Сергеевич Пушкиннің 225 жылдығына орай поэзиялық дуэль ұйымдастыруда. Осы орайда мен ақынның Қайнекей Жармағанбетов аударған «Гүл» атты өлеңін оқимын. Гүл. Ессіз солған гүлді ұмыт қылған, кітаптың арасынан көзім шалды. Міне енді керемет бір қиял арман жанымды менің әбден билеп алды. Қайда өстің, қай көктемде, қашан өстің, құлпырып тұрдың бұзақ, кім іздеген, жат жанба, қолым әлде көңілдестің, осы арада не себепті болды мекен? Ескерткіш етті мекен тамысқанда, болмаса дүрдараз боп қалысқанда, әйтпесе жеке дара серуенде, орманның саясына барған жанба. Сол бір қыз, тірі мекен, сол бір жігіт. Тұр екен қай түкпірде бір үй болып, болмаса ерте сөніп жастық үміт, қалды ма мына жұмбақ гүлдей солып. Мен осы поэзия дуэлін Ақсу қаласының лицей мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, шәкіртім Тілепбергенова Данаға жолдаймын.